Баршаңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі видео сабақта intermediate деңгейіндегі ең танымал сөздердің upper intermediate деңгейіндегі синонимдермен танысатын боламыз. Видеоны қарамас бұрын каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Арнамнан ағылшын тілін үйренуге байланысты пайдалы ақпараттарды таба аласыз. Бірінші сөз completely. Бұл сөз толығымен, түгелмен, тұтас деген мағынаны білдіреді. Алайда мұндай сөзді жиі қолдану біздің деңгейіміздің төмен екендігін көрсетеді. Бұл сөзді мына сөздермен алмастырсақ болады. Entirely, absolutely, altogether, certainly. Бұл сөздердің мағынасы бір-біріне жақын болғандықтан синоним ретінде қарастырсақ болады. Ал енді мысалға назар аударайық. The project was entirely completed ahead of the deadline. Жоба мерзімінен бұрын толығымен аяқталды. Келесі мысалға қарайық. The view from the top of the mountain was absolutely breathtaking. Таудың басынан көрініс өте керемет болды. Келесі ағылшын тіліндегі ең көп қолданылатын сөздердің бірі барлығымыз білетін important, маңызды деген мағынаны білдіреді. Бұл сөздің синонимдері өте көп, соның ішінде significant, essential, necessary, crucial және pivotal. Мысалға қарайық. Regular exercise is essential for maintaining a healthy lifestyle. Салауатты өмір салтын сақтау үшін тұрақты жаттығу өте маңызды. Келесі мысалға қарайық. Your leadership played a pivotal role in the success of the project. Оның көшбасшылығы жобаның сәтті өтуінде маңызды рөл атқарды. Келесі ең танымал сөздердің бірі many. Көп деген мағынаны білдіреді. Саналатын зат есімдердің алдында қолданылады. Бұл сөздің мынадай синонимдері бар. Several, numerous, multifarious. Several дегеніміз бірнеше, көптеген деген мағынаны білдіреді. Multifarious дегеніміз сан алуан деген мағынаны білдіреді. Белгілі бір нәрсенің түрлеріне байланысты қолданылады. Мысалға қарайық. The museum's collection is multifarious, featuring art from numerous cultures and the historical periods. Мұражай коллекциясы сан алуан көптеген мәдениеттер мен тарихи кезеңдердің өнерін қамтиды. Келесі сөз hard, қиын деген мағынаны білдіреді. Бұл сөздің мынадай синоним сөздері бар. Intricate, difficult, challenging. Мысалға қарайық. Learning a new language can be challenging, but it's also incredibly rewarding. Жаңа тіл үйрену қиын болуы мүмкін, бірақ бұл өте пайдалы. Келесі сөз happy, бақытты деген мағынаны білдіреді. Бұл сөздің мынадай синонимдері бар. Delighted, elated, pleased, ecstatic. Мысалға қарайық. She was ecstatic when she found out she had been accepted into her dream university. Ол өзінің армандаған университетіне қабылданғанын білгенде қатты қуанды. Міне достар, осымен бүгінгі видео сабақ өз мәресіне жетті. Бүгінгі берілген ақпараттар, үйренген сөздер пайдалы болды деген ойдамын. Егер видео сабақ ұнаған болса, каналға тіркеліп, қолдау көрсетуді ұмытпаңыз.